2024 жылдың басты жаңағы ОПВР – обязательный пенсионный взносы работодателя. Қазақстанда 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге міндеттеледі. Бұл сіздердің жалақыларыңыздан 1,5% көлемде төленетін болады. Бұл ақша сіздердің зейнетақы шоттарыңызға жататын болады. Енді тек 1975 жылдың 1 қаңтарынан бастап туылған кісілерге ғана төленеді. Бұл бізге не береді? Болашақта сіздер зейнетке шыққан кезде шартты жинақтаушы зейнетақы алуға мүмкіндік береді. Дәл осы шартты жинақтаушы зейнетақының шарты бойынша 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2028 жылдың желтоқсан айына дейін аралықта 60 ай, яғни 5 жыл қатарынан жұмыс беруші тарапынан осы зейнетақы жарналары төленген жағдайда ғана берілетін зейнетақы болып табылады. Егер де сіздер осы зейнетақы түрін алғыларыңыз келсе, міндетті түрде 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы төлемді төлеп бастаңыздар. Тура осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, менің парақшама тіркеліп қойыңыздар.